Жаңа келін болып түскеніме бір айдың жүзі болыпты. Біз күйеуіммен бөлек қалада тұрамыз. Өйткені күйеуім қалада жұмыс жасайды. Күнде түнде біреу артымнан қуалап келе жатқандай жаман түстер көре беретін болдым. Қатты қорыққанымнан шошып оянатым да болдым. Бірнеше күн сол түсті қайталап көре бердім. Бірақ бұл жағдайды күйеуіме айтпаған едім. Бір күні қараңғыда жүгіріп бара жатқан мені біреу қуалап бара жатқандай. Мен жан айқайға салып, күйеуімді шақырып жүгіріп бара жатырмын. Бірақ бұл түсім екен. Қатты шошып оянып кеттім. Қасымда күйеуім жатыр екен. Сосын жылай бастадым. Күйеуім тұрып, саған не болды? Білмеймін, өте жаман, қорқынышты түстер көретін болдым осы күндері. Басым қатты ауырып тұр, деп шағымдандым. Күйеуім, дәріңді іш те жатып ұйықта, ертең жұмысқа баруым керек деді. Сонымен таң атты, күйеуімді жұмысқа шығарып салдым. Үйде жалғыз қалдым. Күнделікті осы жағдай қайталанатын. Үйде жалғыз қалған кезімде көзіме әр нәрсе көрінетін болды. Өте қатты қорқып жүрмін. Осылай бірнеше күннен соң үйге абысыным келді. Абысыным қал жағдайымды сұрап келгеніне қатты қуандым. Абысыныма енемнің алдында қатты ұялып жүргенімді айттым. Мен ата-енемнің қызметінде жасамадым. Енем маған ренжіп жүрген жоқ па деп абысынымнан сұрадым. Абысыным, жоға, неге ренжиді? Оны бастан бас білетін барлығы. Сендерді бөлек шығарып қойды. Сенің күйеуің жақсы табады, жақсы жұмыста істейді. Ал менің күйеуім жұмысы ауыса берген соң, тұрақты жұмысы болмаған соң, бізді қолда алып қалды ғой. Саған рахат, ата-енесіз тұрған рахат шығар, я? Деп сұрақ қойды. Мен жоға, қайта олардың қызметін жасамағаныма, олармен бірге көп болмағаныма ыңғайсызданып жүргенімді айттым. Абысыным, не де болса, жаңа үйге көштіңдер, үлкен үйде қалада тұрасыңдар деп кекетті. Арадан күндер өтіп, менің халім нашарлай берді. Енем келгенін көріп, қатты қуанып кеттім. Үйде жалғызсырап қорқып отқан едім, өйткені енемді күтіп алып, оған дәмді тамақтар әзірлей бастадым. Бірақ басымда қатты ауырып жатыр еді. Енеме оны білдірмедім. Сосын күйеуім жұмыстан келді. Күйеуім жұмыстан келіп, машинасынан бір қара кішкентай түйіншек тауып алғанын, бұл сенікі ме деп сұрады. Жоқ, бұл менікі емес деп айтқан едім. Енем көріп қалып, бұл не зат балдарым? Бұл жаман нәрсе ғой деп енем бізден алып қойды. Бұл нәрсе не үшін үйге алып келдің? Бұл жаман нәрсе ғой. Бұны бір көре алмайтын адамдар мүмкін істеген шығар деп сөз бастады. Мен таң қалдым. Сосын енеме менің күнде қорқынышты түс көретінімді, басым күнде ауыратынын айтқан едім. Енем, оның да қатысы бар шығар мүмкін осы түйіншекке деп айтты. Бөлмелеріңді қараңдар, үйді қараңдар, бөтен нәрсе жоқ па деп сұрады. Бөлмені көре бастадым, бірақ басқа ешқандай бөтен зат таппадым. Сосын енем айтты, бұл затты мен өзім тастап жіберемін, сендер уайымдамаңдар. Бұны кім істеген болса да өзіне қайтсын. Алла өзі барлық жамандықтан сақтасын сендерді. Үйлеріңді таза ұстаңдар. Бастысы жақсы ойда болыңдар деп айтты. Сосын күйеуіміз екеумізді де жақсы бір молдаға алып барып оқытып жіберді. Арадан бірнеше күн өтті. Менің халім жақсара бастады. Басым да ауырмай қойды бұрынғыдай. Көңілді болып жүре бастадым. Біраз уақыт өткен соң есе аяғым ауыр болды. Күйеуім екеуміз өте бақытты бола бастадық. Бірақ менде бір сұрақ болды. Ол нәрсе не еді және кім не үшін істеді? Мүмкін мен қателесіп жатқан шығармын. Мүмкін жай сәйкестік шығар. Дегенмен осындай да дұшпандық болады екен-ау деген ойға келдім. Не болса да, кім жамандық істесе біреуге,
әлбетте жазасын алады деп сенемін